Қайырлы кеш, достар. Бүгін бізде құрсақ қуысының екінші бөлімі. Бүгінгі сабақта біз құрсақ қуысының жоғарғы және төменгі қабат мүшелеріне талдайтын боламыз. Бүгін біз ішперденің жүру жолын және дағы құрсақ қуысының жоғарғы төмен қабатындағы қалталарға, қойнауларға, каналдарға тоқталамыз және де әрбір мүшенің топографиялық анатомиясын талдайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Құрсақ қуысы кавитас абдоминалис. Жалпы клиникада, хирургияда көбінесе абдоминальдық құрсақ қуысын жақсы түсіну үшін бізде оны шартты түрде екі этажға бөліп қарастырады. Жоғары этаж және дағы төменгі этаж. Оның яғни бөліп тұрған ол бізде көлденең тоқ ішектің шажырқайы, яғни аментум майус. Ал мынау бізде көлденең ішек, колон трансверсус жаттап аламыз. Көлденең тоқ ішектің шажырқайы құрсақ қуысын жоғарғы және дағы төменгі этаждарға бөліп тұр. Енді бізде жоғарғы этажда не орналасқан? Жоғарғы этажда бізде орналасқан асқазан орналасқан, бауыр орналасқан, өт қабы орналасқан, нақты асқазанның аяғында көк бауыр орналасқан және дағы кіші шарбы орналасқан жоғарғы этажда. Және де жоғарғы этажда біз қазір қалталарға тоқталатын боламыз. Ал бізде төменгі этажда не орналасқан? Төменгі этажда бізде жалпы ішектер орналасқан. Ішектерде бізде бірінші жіңішке ішек дейміз. Жіңішке ішектің өзінің 3 бөлімі бар, яғни бұл бізде 12 ішек, одан кейін барып аш ішек, мықын ішек бар. Жалпы ішектерге тоже тоқталамыз қазір. Одан кейін тоқ ішектің бөлімдері, жаңағы бізде тоқ ішектің бөлімдеріне бізде соқыр ішек жатады. Одан кейін жоғарылаған, көлденең, төмендеген, сигма тәрізді ішек және дағы тік ішек. Яғни төменгі бөлімде бізде орналасады жіңішке ішек, тоқ ішек және дағы үлкен шарбы орналасады. Қазір біз бұның барлығына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірінші біз жалпы құрсақ қуысының жоғарғы этажында орналасқан диафрагма асты кеңістіктерменен құрсақ қуысының жоғарғы этажындағы сумкаларға тоқталатын боламыз. Жалпы бізде екі кеңістік, яғни оң диафрагма асты кеңістік және дағы сол жақ диафрагма асты кеңістікті ажыратамыз және дағы 3 сумканы ажыратамыз, яғни бурса гепатика, печеночная сумка, яғни қазақша бауырлық сумка, одан кейін бурса прегастрика, яғни асқазан алды қабы, одан кейін сальниковая сумка, бурса аменталис, қазақша ол шарбы деп аталады, сальник, шарбы қабы. Енді олардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып кетейік. Бірінші бізде оң жақ диафрагма асты кеңістік. Бізде бірінші оң жақ диафрагма астылық кеңістік. Оның шекаралары жоғарыдан диафрагмамен шектелген. Артынан бізде бауырдың тәждік байлама, лигаментум коронариум, бауырдың тәждік байлама артынан шектеп тұр. Төменде бауырдың диафрагмалық беті шектеп тұр. Ал сол жағында бауырдың орақ тәрізді байлама. Біз осы жерде оң жақ диафрагма асты кеңістікті айтып шықтық. Бұл бізде жазылған бауыр қабының ішінде жүреді деген бұл кеңістік. Бұны жазған рецессус суб диафрагматикус, яғни диафрагма астылық углубление деп жазған. Қазір бұны біз диафрагма бауырлық қалтаны талдаған кезде айтатын боламын. Одан кейін келесі бізде сол жақ диафрагма астылық кеңістік. Жалпы сол жақ диафрагма астылық кеңістіктің шекаралары тоже үстінен диафрагма, астында бауырдың бізде сол жақ бөлігі болады, бауырдың сол жақ бөлігі, оң жақтан орақ тәрізді байлам, лигаментум фалкиформи гепатикус, артында бауырдың тәждік байламының сол жағы және дағы сол жақтан көк бауырмен шектеледі. Біз осыменен кеңістіктерді оң және дағы сол диафрагмастылық кеңістіктерді талдап шықтық. Енді жоғарғы этажда орналасқан сумкаларды, олардың шекарасына және де олардың құрамындағы жаңағы мүшелерге либо углубление дейді ғой, рецессус, солар жайлы айталатын боламыз. Бірінші бізде печеночная сумка, бауырлық сумка дейміз. Бұл жоғарыда диафрагмамен шектелген. Медиалды жағынан бізде жаңағы орақ тәрізді байламмен, артқы қабырғасы тәждік байламмен шектелген. Бұның құрамында бізде бауырдың оң үлесі және дағы рецессус суб гепатикус
субдиафрагматикус болады. Қазір суреттен көрсетейін сіздерге. Мен сіздерге қазір бауырлық сумканы осы жерден де көрсетіп түсіндіретін боламын, жаңағы айтып өткенімнен бөлек. Бүгінгі сабақ кішкене қиынырақ алдыңғы сабақтарменен салыстырған кезде. Сол себепті бүгінгі сабақты өте назар қойып, фокус қойып тыңдау қажет. Енді біз бауырлық сумканы осы жерден көрсетіп кетейін. Мен жаңа айттым ғой, бауырлық сумканың құрамында екі углубление болады деп. Оның біреуі бізде жаңағы бауыр астылық тереңдеу дейміз ба, кеңістік дейміз ба, және дағы диафрагма астылық кеңістік. Рецессус субдиафрагматикус және дағы рецессус субгепатикус. Бұның шекаралары бауырлықтан қараңыздар, мынау бізде бауырлық қалта деп есептейік. Бауырлық қалта. Оның шекаралары жаңа айтып кеткендей, жоғарыдан диафрагма, медиалды қабырғасы бауырдың орақ тәрізді байламы, және дағы арт қабырғасы бауырдың тәждік байламымен шектелген арт қабырғасы. Құрамында екі углубление бар. Рецессус субгепатикус, рецессус субдиафрагматикус. Осымен сіздерге бауырлық қалта түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі енді бізде асқазан алды қалта. Бурса прегастрика. Жалпы ана жерде сызып кетейін. Бурса прегастрика бауырдың бізде сол жақ бөлігін алып жатады. Оның құрамында бауырдың сол жақ бөлігі, асқазан жатыр, көк бауыр жатыр, және дағы ұйқы безі жатыр. Бұл бурса прегастрика бізде жаңа айтып өткендей, бізде гепатикада бауырдың оң жақ үлесі болды ғой. Бурса прегастрика асқазан алды қалтада бауырдың сол жақ үлесі болады екен. Енді шекаралары. Бізде асқазан алды қалтаның жоғарғы шекарасы диафрагма, яғни диафрагманың бізде күмбезі бар ғой, сол күмбезінің сол жағында орналасқан. Алдынан бізде құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасы болса, артынан жаңағы кіші шарбы орналасқан, және дағы асқазанның беткей қабаты орналасқан артқы жағынан бізде. Оң жақтан бізде оң жақ бауырға дейін бауырдың орақ байламы лигаменті фалькиформе орналасқан. Ал сол жақтан бізде көк бауырменен шектесіп жатады. Көк бауырдың қылтасы дейді, сонымен шектеседі асқазан алды қалта. Осымен біз асқазан алды қалтаны талдадық. Келесі бізде сальниковая сумка шарбы қалтасы, немесе бурса аменталис. Бурса аменталис жалпы бізде шарбы сумкасы, ол тұйықталған қуыс ретінде қарауға да болады. Ол жалпы жаңағы іш қуысыменен форамен эпиплеоикум либо жаңағы Винслов отверстие дейді ғой, сол арқылы ғана шектесе алады іш қуысыменен, ал негізінен ол бізде тұйық сумка болып табылады. Ол жалпы құрсақ қуысының бір бөлігі ретінде қарастырылады. Оның бізде алдыңғы қабырғасы асқазанның артқы бетіменен және дағы кіші шарбыменен шектеседі. Ал жоғарыдағы шекарасы бауырдың құйрықты үлесі. Ал төменгі қабырғасы ол бізде үлкен шарбы бар ғой, аментум майус. Сол үлкен шарбының артқы бетіменен және дағы көлденең жіктіші колон трансверсумның шажырқайменен шектеседі төменде. Ал артқы қабырғасы, оның артқы қабырғасы сол бүйрек үсті безін, ұйқы безін жауып жатқан париетальды іш астарменен шектесіп жатыр. Көріп тұрғанымыздай, шарбы қабы осы суретте. Жаңа айтып өткенде бұл өзі тұйық қуыс болып табылады. Бұл ішкі іш қуысымен байланысады, форамен эпиплеоикум немесе отверстие Винслоу дейді. Сол арқылы іш қуысымен байланысып тұр. Негізінен өзі тұйықталған қуыс болып табылады. Жалпы оның шекараларын қарап көрейік. Бізде ол алдыңғы қабырғасы кіші шарбыменен асқазанның артқы беті. Алдынан кіші шарбы және асқазанның артқы беті. Жоғарғы қабырғасы бауырдың құйрықты үлесі. Ал артқы қабырғасы ол бізде ұйқы безін, бүйрек үсті безін солар жауып жатқан париетальды іш астар, артқы қабырғасы. Ал төменгі қабырғасы ол бізде жаңағы көлденең колон трансверсус емес па, көлденең жиек ішектің шажырқайы және дағы үлкен шарбының артқы беті. Келесі бізде жалпы құрсақ қуысының төменгі қабаты. Құрсақ қуысында біз екі каналда ажыратамыз. Оң жақ канал және дағы сол жақ канал, яғни немесе оң жақ бүйірлік өзек және дағы сол жақ бүйірлік өзек деп те атайды. Және дағы шарбы, шажырқайдың түбегі арқылы бір-бірінен бөлінген оң жақ шарбы майлық
қойнау және дағы сол жақ шарбымайлық қойнауда ажыратамыз. Яғни құрсақ қуысының төменгі этажында 2 канал, 2 қойнау және дағы 6 қалта бар. Яғни рецессус дейді ғой. Яғни бұл ішектердің біріншісінен екіншісіне өткен жерінде болады бұл қойнаулы қалталар, рецессустар. Қазір олардың барлығымен жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірінші бізде оң жақ шарбымайлық қойнау синус мезентерикус декстер. Ол жоғарыдан көлденең жиек ішектің шарбымайымен шектеседі. Ал оң жақтан бізде тоқ ішектің өрлемелі бөлігімен шектеседі. Ал сол жақтан бізде аш ішектің шарбымайымен және дағы мықын ішектің соңғы бөлігімен шектеседі. Келесі сол жақ шарбымайлық қойнау синус мезентерикус синистер. Ол да тоже жоғарыдан көлденең ішектің шарбымайымен шектеседі және дағы айналмалы ішектің иініменен, то есть бұл жерде уже төмендеген бөлігімен шектеседі сол жақта және дағы мықын ішекпен, ал оң жақта аш ішектің шарбымайымен шектесіп жатыр. Келесі енді бізде жаңағы бүйірлік каналдарға тоқталатын боламыз. Оң жақ бүйірлік канал жалпы ол бізде тоқ ішектің жоғарылаған бөлігімен іштің алдыңғы қабырғасының арасында орналасқан. Ол бізде шектеседі, біз бағана айтып өткен бурса гепатика бауыр қабы дедік қой, жоғарыда бауыр қабыменен және дағы төменде жаңағы оң жақ мықын шұңқырымен байланысуы мүмкін. Яғни іштің жоғарғы және дағы төменгі қабаттарының арасында байланыс болады. Осы оң жақ бүйірлік канал арқылы. Ал бізде сол жақ бүйірлік канал болса, жаңағы тоқ ішектің төмендеген бөлігіменен іштің алдыңғы қабырғасының арасында жатыр, сол жақ бүйірлік өзек. Енді біз жалпы қалталарға тоқталайық. Қалталар құрсақ қуысының төменгі этажында біз 2 қойнау, 2 каналдан бөлек 6 қалтаны көреміз. Қалта болғанда оны орысшадан аударғанда рецессустарды углубление деп аударады. Ал қазақша кітаптарда қалта деп аударылған екен бұлар. Бірінші қалта, яғни бізде recessus duodenales superior et inferior. Бұл қалталар бізге жалпы не үшін қажет? Бұл жерлерде бізде көбінесе іріңді процесстер, іріңдер осы жерде жиналады және де жарықтардың шығу орны болып табылады. Яғни грыжалар ғой, жарықтар деген солардың шығу орны. Recessus duodenales superior және дағы inferior дедік қой, бұл 12 елі ішектің аш ішекке өткен жерінде түзіледі. Келесі қалта ол бізде recessus iliacaecalis superior et inferior. Ол бізде наяқта жіңішке ішектің, аш ішектің, то есть тоқ ішекке өткен аймағында бізде 2 шұңқыр болады. Дәлме-дәл оны бізде кітапта көрсетілмеген ешбір суретте. Яғни есте сақтап қаламыз. Жіңішке ішектің тоқ ішекке өткен жерінде 2 шұңқыр бар. Recessus iliacaecalis superior, recessus iliacaecalis inferior. Және дағы келесі ол бізде recessus retrocaecalis. Яғни ол соқыр ішектің артында, соқыр ішек шұңқырында орналасқан. Келесі recessus intersigmoideus. Яғни ол бізде сигма тәрізді ішекті біз жоғары қарай көтеретін болсақ, сол сигма тәрізді ішектің шажырқайының төменгі бетінде біз осы қалтаны көреді екенбіз. Осымен сіздермен бізге төменгі этажды талдап шықтық. Енді біз ішперденің брюшина дейміз ғой, соның жүру жолына тоқталып кетсек. Келесі бізде ішастар. Перитонеум латынша. Бұл бізде ішкі мүшелердің барлығын қаптап жатқан серозная оболочка, сірлі қабық дейміз. Бұл ішастар бізде әйел адамдарда жатыр арқылы сыртқы ортамен байланысады. Жалпы топографиясына қарай біз ішастарды 2 бөлікке бөлеміз. Париетальды бөлік және дағы висцеральды бөлік. Париетальды бөлік бізде құрсақтың қабырғасына жанасып жатады. Және дағы ол құрсақ қабырғасының алдыңғы, артқы, бүйір қабырғаларын жауып жатады. Біз алдыңғы сабақта құрсақтың алдыңғы бүйір қабырғасын талдаған кезде именно теріден бастап послойно париетальный брюшинаға дейін жеткен болатымыз. Ал бүгінгі сабақта біз уже висцеральды бөлігін талдайтын боламыз. Яғни осы ішастардың висцеральды бөлігі ішкі мүшелерді қалай жауып жатыр. Жалпы осы бізде висцеральды бөлігі серозда сұйықтық бөледі, чтобы мүшелер бір-бірімен жаңағы жылжымалы болу үшін, сол себепті осы висцеральды бөлігі жаңағы сұйықтық бөліп тұрады.
құрсақ қуысы бізде жалпы осы іш жастардың париетальды және дағы висцеральды жапырақшаларының ортасында орналасқан. Жалпы мүшелердің барлығын біз осы іш жастардың қалай жауап жатқанына қарай интраперитональды, ретроперитональды, мезоперитональды, экстраперитональды деп ажыратамыз. Интраперитональды мүшелерді барлық жағынан жауап жатады. Яғни полностью мүше барлық жағынан жаңағы ішпердемен қапталып тұр. Бұндай мүшелерге бізде асқазан, көкбауыр, жіңішке ішек, көлденең тоқ ішек жатады. Ал мезоперитональды дегеніміз ол мүшелер іш астарменен жалпы үш жағынан жабылған. Оған кіретін мүшелерге бізде бауыр, өт жолы, 12 ішектің бөлігі, өрлемелі тоқішек және дағы тоқішектің төмендеген бөлігі жатады. Экстраперитональды мүшелер ішпердемен бір жағынан жабылған. Оған бізде бүйрек, бүйрек үсті безі, ұйқы безі жатады. Ретроперитональды мүшелер ішпердемен тек артқы жағынан жабылған. Енді біз іш астардың жүру жолына тоқталатын боламыз.